бірінші қатар бітті ғой қыздар. Одан кейін екінші қатар басталады. Екінші қатарды бастау үшін біз 2 воздушный петля тоқимыз. 2 воздушный петля тоққаннан кейін жұмысты келесі бетіне аударамыз да. Енді қараңыздар. Мынау тұрған петляға бірінші столбик тоқимыз без накида. Столбик тоқығаннан кейін тура мына нені жалғастыруды бастаймыз әрі қарай. Пышный столбиктарды жалғастырамыз. Ол үшін бір накид аламыз да, манағы ең басында тұрған осы петляға столбиктарды тоқимыз. Яғни 3 столбикті да осы бір петлядан, бас жағында тұрған петлядан аламыз. Видеоға мұқият қараңыздар. Мынадан. Яғни мынау бағанағы 3 столбик бар ғой. Пышный сол 3 столбикті жалғаған жері, біріктірген жері. Сол жерді енді біз тағы да бір петля қылып 3 столбикті осы жерге тоқимыз. Мінекей тағы да накид. Тура осылай қыздар, екінші қатарда, үшінші қатар, төртінші қатар қанша қалайсыздар өздеріңіз тура солай тоқисыздар. Бұл сумканы тура осылай пышный столбикпен бітіруге де болады. Болмаса басын, яғни ана сумканың жабылатын жерін осы пышный столбикпен келтіріп, әрі қарай обычный столбик без накидамен тоқып бітіруге болады сумканы. Қазір екеуі кетті. Біз үшінші столбикті алдық. Дұрыстап аламыз да. Бұны да тоқимыз. Видеоға мұқият қараңыздар, қайталап қараңыздар. Мінекей артын жабамыз да. Тағы да соңғы накидті іліп алып, осы накидпен толықтай өткіземіз. Мінекей 3 столбик болды. Одан кейін біріктіріп тоқып жібереміз. Осылайша мінекей екінші қатардың басы басталды. Әрі қарай қыздар тура осылай жалғастырып кете береміз. Мінекей бүйтіп ашып қарасаңыздар, мінекей мынау екі жаққа тұрған айырылып тұр ғой. Соның мінекей оң жағындағы петляға, тесікке кіргізесіздер. Крючокты сөйтіп тоқып болғаннан кейін әрі қарай тағы да 3 столбик, пышный 3 столбик кетеді. Оны тағы да накид аласыздар да. Енді мінекей мына жақта бұл тесік, қай тесік десеңіздер, мінекей жаңағы екі жаққа бөлінген мынау айыр тұр ғой. Екі жаққа осы, мына жақта да осы, өз бүйтіп ашып қарасаңыздар өзі белгілі болып тұрады.